тістің үгітілуі эстетикалық проблема ғана емес, ол тек стоматологиялық қана емес, басқа да аурулардың себебі болуы мүмкін. Сондықтан тіс дәрігеріне қаралуды кейінге қалдыра беруге болмайды. Ересектердің тісі не үшін үгітілуі мүмкін? Негізгі себептерін ұсынамыз. Дұрыс тамақтанбау және дәрумендер жетіспеушілігі. Егер ағзаға кальций, фтор, фосфор және дәрумендер жетіспесе, тіс уақыт өте үгітіле бастайды. Дәрумендер мен микроэлементтер жетіспеушілігі зат алмасуды баяулатады. Сүйек және бұлшық ет тінінің дамуын бұзады. Сондықтан ағзаға барлық дәрумендер жеткілікті мөлшерде түсу үшін дұрыс әрі үйлесімді тамақтану маңызды. Ішкі органдардың созылмалы аурулары, гастрит, жаралар, қалқанша безі патологиясы, қант диабеті, иммунитетті түсіреді және зат алмасу процестерін тепе-теңдікке әкеледі. Зат алмасудың бұзылуы дәрумендердің дұрыс сіңбеуіне ықпал етеді. Сол үшін де эмаль минералсызданады және бұзылады. Дұрыс емес тістем себебінен тістер бір-біріне қатты үйкеледі. Соның салдарынан эмаль жұқарады, жырықтар пайда болады. Бруксизм, яғни тісті сықырлату да тістің үгітілуіне себеп болады. Ауыз қуысының нашар гигиенасы. Тісті жүйелі түрде тазаламаса, олардың бетінде және тістердің арасында тамақ қалдықтары қалып қояды. Олар уақыт өте жарықшақтанып, тіс эмалін зақымдайды. Оған қоса темекі тарту мен жиі кофе ішу өңездің жиналуына және тіс тасының түзілуіне әкеледі. Солардың салдарынан бактерия көбейеді, тіс шегі дамиды. Тіс шегі тістің үгітілуіне әкеледі. Зиянды әдеттер: бөтелкені және жаңғақтарды тіспен шағу, шемішкені тіспен шағу, қатты қытырлақтарды жеу секілді зиянды әдеттер эмальда жырықтар пайда болуына ғана емес, тістің үгітіліп кетуіне де әкеледі. Жас ерекшелігі: жас ұлғая келе эмаль да жұқарады және әлсіз бола түседі. Сәйкесінше, ол тістер жағдайына да әсер береді. Зақымдар: тіс зақымдалуына эмальға химиялық әсер, мысалы химиялық өндірісте жұмыс істейтіндерде кездеседі. Температуралық өзгеріс, салқын ауа жұтып, ыстық сусын ішу. Сондай-ақ беттен қатты соққы алғанда тіс үгітіліп кетуі мүмкін.